сәлем, сіздермен бірге даму мед. Бүгін біз көкірек аралық медиастенумды талдайтын боламыз. Жалпы көкірек аралық дегеніміз не? Ол екі өкпе қаптың арасында орналасқан ағзалардың жиынтығын айтады екенбіз. Мінекей, сіздер білесіздер, екі өкпенің арасында бізде жүрек орналасады, одан шығатын қан тамыр бар, және жүйкелер, өңеш, трахея, лимфа, симпатикалық сабау деген сияқты. Міне осы ағзалардың жиынтығы орналасқан қуысты біз бір сөзбен көкірек аралық дейді екенбіз. Енді шекарасына тоқталатын болсақ, мінекей, алдынан бізде көкірек аралықта төс сүйегі шектеп тұрады, және сол төске бекитін қабырғаның шеміршектері жартылай шектейді, және артқы жағынан омыртқа жотасы, мінекей омыртқа жотасы шектеп тұрады. Бүйірінен оң және сол жақ көкірек аралық плевра, енді мына жерде алынып тасталынған суретте. Жалпы сіздер білесіздер, плевраның біз бетін айтқан кезде жаңағы көкірек аралық беті болады дедік, қабырғалық беті, диафрагмалық беті болады дедік. Міне оң және сол жақ осы бүйірінен плевраның көкірек аралық беті шектеп тұрады екен. Ал төменнен диафрагма шектейді, ал жоғарғы шекарасы бізде кеуде қуысының апертурасына сәйкес келеді, кеуденің жоғарғы апертурасына. Енді мына жерде сіздерден фацияларды сұрауы мүмкін. Яғни айтасыздар, жаңа алдынан төс қабырға шеміршектерін жартылай жауып жатады дедік қой. Оның мінекей мына жерде жауып жататын бізде ретростернальная фация, яғни төс асты фациясы деп аталады. Ал одан кейінгі артынан омыртқа жотасы қоршап жатады дедік, оның астарлап жататын фация перивертебралис, яғни омыртқа алды фациясы деп аталады. Ал мына жерде диафрагманы тоже фация жауып жатады, яғни жоғарғы диафрагмалық фация. Бұл фациялар бізде қайдан келді десек, ол бізде фация эндотарациканың негізгі бөлімдері болып табылады. Мінекей, енді осымен біз шекарасын білдік. Жалпы көкірек аралықтан келесі номенклатура бойынша бөліп қарастырсақ, яғни сіздер білесіздер, анатомияда біз екі номенклатура бойынша көкірек аралықты қарастырдық. Біріншісі базель, екіншісі париж. Енді оның айырмашылығын білесіздер. Базель бойынша бізде көкірек аралық екіге бөлінеді, алдыңғы және артқы болып. Ал париж бойынша мінекей жоғарғы, төменгі болып бөлінеді, ал төменгінің өзі тағы да үшке бөлінеді, алдыңғы, ортаңғы, артқы деп. Мінекей, ең бірінші біз базель номенклатурасына тоқтассақ, осы конспектті видеоны тоқтатып жазып алыңыз. Базель номенклатурасы бойынша қандай ағзалар жататындығы. Енді жалпы сіздерге түсінікті болу үшін айтып өтейік, бізде базель номенклатурасы алдыңғы, артқы көкірек аралықты бөледі дедік. Ол қалай бөледі? Біздер мына жерде өкпе түбірін көріп тұрсыздар. Осы өкпе түбірінің деңгейінде біз фронтальды жазықтықта сызық жүргізетін болсақ, мінекей тура осы фронтальды жазықтықта сызық жүргізетін болсақ, бізде көкірек аралық екіге бөлінеді екен. Мінекей алдыңғы, артқы болып. Енді бұл сызықты қалай табам десеңіз, бұл сызық сіздер кенірдекті білесіздер, трахея. Сол кенірдек пен өңеш, яғни осы кенірдектің артында өңеш, сол екеуінің арасынан жүргізетін. Мынау бізде өкпе түбірі болса, өкпе түбірінің тура артынан жүргізілетін фронтальды сызық болып табылады екен. Яғни бұл бізде алдыңғы және артқы көкірек аралықтың шекарасы болып табылады. Енді алдыңғы көкірек аралыққа қандай ағзалар жатады? Оны қазір келесі суреттен көреміз. Мінекей достар, суретте көріп тұрғандай алдыңғы көкірек аралықтың жоғарғы жағында біз тимусты көріп тұрмыз. Мінекей, және мына жерде кенірдек, одан кейін кенірдек бифуркациясы және баста бронхтар тарайды. Мына жерде жүрекпен жабылып тұр, жалпы сіздер білесіздер, мінекей суреттерде көрсетіп тұр екен, кенірдек және бронхтар бізде алдыңғы көкірек аралыққа жатады, және жүрекпен оны қаптайтын перикард дедік. Жүректен шығатын қан тамыр, сіздер білесіздер, сол жақ қарыншадан қолқа шығады. Қолқаның үш бөлігі болады, өрлеме бөлігі және қолқа доғасы осы алдыңғы көкірек аралықта жатады. Ал мінекей мына жерде қолқаның төменденген бөлігі бізде артқы көкірек аралыққа кетіп қалады. Сонымен қолқаның өрлеме бөлігі қолқа доғасы, және оң жақ қарыншадан шығатын өкпе сабауы, және өкпе сабауы сіздер білесіздер, екі өкпе артериясына бөлініп кетеді, өкпе артериясы, және өкпеден келетін төрт өкпе венасы, бізде сол жақ жүрекшеге келіп құятын төрт өкпе венасы тоже жатады, және мына жерден бізде оң жақ жүрекшеге келіп ашылатын жоғарғы қуысты вена және төменгі қуысты венаның бізде соңғы тармағы көкірек аралыққа жатады, яғни алдыңғысына жатады. Енді алдыңғы көкірек аралықта сонымен қатар мына жерде білу керек, веналардың жаңағы қосындысы қандай венадан қосылатындығын оны сұрап қалуы мүмкін. Яғни жоғарғы қуысты вена дедік, жоғарғы қуысты вена бізде екі венаның қосындысынан, яғни иық басы веналарынан, ал иық басы венасының өзі өз кезегінде жаңағы бұған асты венасы мен ішкі мойындық венаның қосылуынан түзіледі.
осы веналардың қосындысын. Және мына жерден артерия бізде керісінше жүректен шығады ғой, сол артерияның өзі қолқа доғасынан тарайтын иықбас сабауы бар. Және иықбас сабауынан бізде оң жақ жалпы иық артериясы, оң жақ бұған асты артериясы кетеді. Және қолқа доғасының өзінен сол жақ бұған асты артериясы мен сол жақ жалпы иық артериясы кіреді. Мінекей осы құрылымдардың бәрі бізде алдыңғы көкірек аралыққа жатады екен. Және бұл жерде жүйкені де ұмытып кетпеңіздер, көгет жүйкесі бар, нервус френикус, тоже алдыңғы көкірек аралықта. Ол көбінесе перикард диафрагмальды артериямен бірге жүреді, төмен қарай көгетке қарай бағытталады екен. Енді сонымен қатар бұл жерде көкірек аралық лимфа түйіндерін де көре алады екенбіз. Мінекей достар, мен сіздерге мына суреттен де көрсеткім келіпті. Веналар өте жақсы көрсетілген. Артерия вена субклявия, вена, мына жерде ішкі мойындық венасы, осы екеуінің қосылысынан бізде иықбас венасы түзіледі дедік. Мінекей мына жерде де иықбас венасы, міне көріп тұрғандай, екі иықбас венасының айырмашылығы бар. Сол жақ иықбас венасы бізде әлдеқайда ұзын болып келеді екен. Мінекей осы жерде, кстати, айта кету керек, ішкі мойындық вена мен бұғана венасын қосылған жерін біз пирогов бұрышы деп атаймыз. Және мына жерде осы иықбас веналар қосылып, бізде жоғарғы қосты венаны құрап тұрғанын көріп тұрмыз. Мінекей қолқадан кетіп тұрған иықбас сабауы және сол жақ бұған асты артериясы мен сол жақ жалпы иық артериясын көріп тұрмыз. Енді осы жерде қолқа доғасын айтқан кезде сіздер байқап қарасаңыздар болады, мінекей оның алдында кезбе жүйкені көріп тұрмыз, нервус вагус. Осы кезбе жүйкеден осылай қолқаның ішіне қарай бізде нервус ларингенс рекурренс деген, яғни кеңірдектің қайрылма жүйкесі өтеді. Мінекей көріп тұрғанда нервус ларингенс рекурренс. Бұны айту маңызды. Неліктен? Себебі сырттан қараған кезде бізде осы нервус ларингеус рекурренс, яғни қайрылма жүйке қолқаны іліп тұрған сияқты көрініс береді екен. Бірақ на самом деле ол іліп тұрған жоқ, бай болғаны сол қолқаның астынан өтеді. Және бұл бізде әрі қарай кеңірдекті бізде иннервациялауға қатысатын сіздер білесіздер. Енді келесі бізде нервус вагус кезбе жүйкеміз төмен қарай өкпе түбірінің артымен жүріп құрсақ аймағына барады. Жалпы сіздер біліп жүрсеңіздер, оның иннервациясын ертең құрсақ аймағын айтқан кезде де керек болады. Енді мына жерде оң жақтағы кеңірдектің қайрылма нерві, бізде мына жерде тоже нервус рекурренс нервус вагус өтеді, оң жақтан да. Бұл сол жақтан салыстырғанда әлдеқайда қысқа болып келеді екен. Себебі бізде сол жақтағыдай онда қолқа доғасын айналып өтпейді. Енді мына жерде тағы не айтып өтуге болады. Жоғарғы қуысты венаға плюс бізде тағы да бір вена келіп құяды, оны білу керек. Ол бізде вена азикус болып табылады, сценарий емес вена. Бұл венаның бізде көп бөлігі артқы көкірек аралықта орналасып жатады, бірақ бастапқы осы жоғарғы қуысты венаға келіп құятын жері бізде алдыңғы көкірек аралыққа келіп орналасады екен. Сонымен достар, мінекей бізде алдыңғы көкірек аралық бітті. Енді артқы көкірек аралықты айтатын болсақ, артқы көкірек аралықта біз жаңа айттық, мінекей қолқаның төменденген бөлігі орналасады дедік. Мінекей қолқаның төменденген бөлігін көріп тұрмыз. Және өнешті көріп тұрмыз. Өнештің өзінің бізде бөлімдері болады, оның ішінде кеуделік бөлігі, мінекей кеуделік бөлігі осы артқы көкірек аралыққа жатады. Және осы жерде міне қарап тұрсаңыздар, кезбе жүйке, өнешті бізде осы төменгі бөлігіне қарай кезбе жүйке өрім түзіп орналасады екен. Біз оны мінекей флексус эзофагус нерви ваги деп атаймыз. Кезбе жүйкенің өнештік өрімі, осыны тоже сұрап қалуы мүмкін. Одан кейін қолқаны айттық, мінекей кеуделік бөлігі орналасады деп, және кеуде түтігі орналасады екен. Оны біліп алыңыздар, яғни туктус туратикус, мінекей мына жерде жасылмен тұр ғой, кішкентай құрылым, осы бізде кеуде түтігі болып табылады. Мінекей мына жерде вена азикусты көрсетіпті, жаңа байқамай қалдық қой, мінекей вена азикус. Төменнен жоғары қарай келіп тұр. Жоғарғы қуысты венаға жалғасып кетіп отыр, вена азикус. Көп бөлігі артқы көкірек аралықта жатады деп айтқан болатынбыз. Мінекей вена азикус, мына жерден дуктус туратикусты көрдік, кеуде түтігін. Және сол жағынан бізде жартылай сынар вена болады. Қазір ол вена мына жерде көрсетілмепті. Аймақта бізде жартылай сынар вена, яғни вена хеми азикус деп атаймыз. Осы құрылымдар бізде өтеді екен. Және көкірек аралықтың лимфа өзегі болады, симпатикалық сабау болады, және омыртқа алдындағы лимфа түйіндер бізде артқы көкірек аралықта орналасады деп айтасыздар. Достар, осымен біз базель номенклатурасын бітірдік. Енді Париж номенклатурасын айтатын болсақ,
Париж номенклатурасы бойынша жаңа айтып өттік, жоғарғы және төменгі аймаққа бөлінеді дедік. Төменгі аймақтың өзі алдыңғы, ортаңғы, артқы аймаққа бөлінеді дедік. Енді осының шекарасына тоқталсақ, қалай бөлінеді? Сіздер білесіздер, төс сүйегінің 3 бөлігі бар, иә? Төстің тұтқасы, денесі, семсер тазы өсінді. Осы төс тұтқасы мен денесінің қосылған жерін біз төс бұрышы дейміз. Мінекей осы. Осы төс бұрышынан артқы жағында 4-ші, 5-ші кеуде омыртқасының арасындағы диск болады. Осы 4-ші, 5-ші кеуде омыртқасының арасынан жүргізілген бізде горизонтальды жазықтық болып табылады. Мінекей осы төс бұрышынан 4-ші, 5-ші кеуде омыртқасы арасынан жүргізілген сызықты біз жаңағы шекарасы дейміз, жоғарғы және төменгі бөліктің шекарасы. Мінекей осы линия арқылы жоғарғы және төменгі болып бөлінеді. Ал енді төменгісі қалай 3 аймаққа бөлінді десеңіздер, оны жаттап алу оңай. Яғни бізде жүрек арқылы бөлінді. Жүректің перикардтың алдыңғы жатқан бізде алдыңғы бөлігі, ал осы жүрек полностью бізде ортаңғы бөлікке жатады. Ал перикардтың артқы жағы, мінекей аймақ бізде артқы бөлігіне жатады. Енді біз жаңа қандай органдар орналасатын базель номенклатурасында да айтып өттік. Енді бұл жерде тек атауларын ғана айтып өтетін болсақ, мінекей құрамында не нәрсе болатынын жоғарғы көкірек аралықтың біріншіден тимус болады жоғарғы жақтан, одан кейін оң және сол жақ иықбас веналар, міне веналар көріп тұрмыз, осы оң және сол жақ иықбас венасы, одан кейін жоғарғы қуысты вена, мінекей жоғарғы қуысты вена, және бұл жерде қолқаның доғасы, оның тармақтары, мінекей қолқа доғасы, одан кететін там иықбас сабауы, жалпы иық артериясы, бұғанасы артериясын айтасыздар, одан кейін кеңірдек, кеңірдектің кеуделік бөлігі және өнештің кеуделік бөлігі, ито оның жоғарғы жағы, және оң және сол симпатикалық сабау. Сонымен қатар бұл жерде кезбе жеке мен өнешті жекелендіретін кезбе жекенің өрімдерін және көгеттік жекені айтып өтсеңіздер болады. Яғни осы құрылымда бізде жоғарғы аймаққа жатады. Мінекей мына жерден суреттен қарап айта берсеңіздер де болады, если сурет тұрса сізге тіптен оңай. Енді келесі төменгі көкірек аралықтың 3-ке бөлдік қой. Алдыңғысынан не жатады? Алдымен несілі шекарасын сұрап жатыр, сіздер айта саласыздар. Мінекей алдыңғы төменгі көкірек аралықтың алдыңғы шекарасы бізде алдынан төс сүйегімен, яғни төс сабымен, ал артынан бізде перикардтың алдыңғы қабырғасымен шектеліп жатыр. Және оның ортасында, яғни аралығында не кіреді десе, ішкі кеуделік артерия, артерия торатика интерна, және веналар келеді, және төс маңындағы перикард алдындағы лимфотүйіндер. Бұл жерде особо құрылым жоқ, бірақ сіздер артерия торатика интернаны айтуларыңыз міндетті. Біз оны алдыңғы сабақтарда да жүрек жолын айтқан кезде айтқан болатынбыз. Алдыңғы қабырға аралықтың артқы бетінде деп, тура осы ғой. Яғни төменгі көкірек аралықтың бізде алдыңғы бөлігінде орналасады екен. Келесі бізде ортаңғы көкірек аралыққа келетін болса, оның құрамына жүрек кіреді, перикард кіреді, және жүректің ішінде бізде білесіздер, қолқа, қолқаның өрлеме бөлігі, өкпе артериясы, венасы, және жерде бізде бронхтар осы аймаққа бифуркацияға ұшырайды. Сосын басты бронхты көріп тұрмыз, мінекей. Және көгеттік жеке тоже осы жерден өтеді. Сосын лимфа түйіндерімен көгет, жүрек қап тамыры, яғни сіздер көгеттік жекені айтқан кезде біз айттық, перикард диафрагмальды артериямен бірге жүреді дедік. Осы аймақтан өтеді екен соның бәрі. Енді келесі артқы аймаққа келетін болсақ, оның шекарасы алдынан перикардтың артқы қабырғасы, артынан бізде омыртқа денелерімен шектеліп жатыр. Енді оның құрамына не нәрсе кіреді? Мінекей қолқаның төмендеген бөлігін көріп тұрмыз ол аймақтан, одан кейін өнештің көріп тұрмыз, мінекей кеуделік бөліктерін көріп тұрмыз. Және сына және жатывай сына венаны көреміз, бұл жерде көрсетілмеген. Одан кейін ішкі жаңағы жекелерді көреміз, яғни кезбе жеке, одан кейін сол кезбе жекенің құрайтын өрімдері, және мына жерден лимфа түйіндерін көре алады екенбіз, яғни омыртқа алдында орналасқан, және кеуде түтігі. Біз жаңа айтқан артқы көкірек аралықта орналасқан ағзалар тура осы бізде Париж номенклатурасында да артқы бөлімінде орналасады. Тек қана жоғарғы бөлімін сіздер жаңа біз неге айтып өттік, жоғарғы көкірек аралық кезінде. Мінекей жалпы осы номенклатурасы бойынша. Достар, енді келесі кеуде топографиясының лекциясы туралы айтатын болсақ, видео сабақтағы лекция мұнда толығымен жазылған, яғни одан да бөлек негізгі материалдар бар. Егер де осы лекцияны алам десеңіздер, төменде телеграм каналға ссылка қалдырып кетемін, сол жерге жазсаңыздар болады. Сонымен сіздерге көкірек аралық түсінікті болады деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін аман сау болыңыздар.